Бүлдіршіндер үшін арнайы ұйымдастырылған жазғы театр. Бес театр ағымдағы жылдың 30 маусымынан бастап көрермен үшін өнер көрсетеді. Олар Артишок театры, жан-жақты қамтылған театр, Самұрық заманауи би театры және инклюзивті театр лабораториясы. Кеш қаладағы ірі сауда орталығының бастамасымен ұйымдастырылған, ал жетекшісі Артишок театры. Каждый месяц у нас проводится по 2. Бір айда 2 мәрте қойылым қоямыз. Соның ішінде балаларға арналған спектакльдер сахналанады. Сонымен қатар жақындарыңызбен жиі кездесіп тұрыңыздар дегенді айтқымыз келеді. Бүгін қойылым барысында балалардың да көңіл күйін байқайсыздар. Негізі бұл өте ауқымды жоба. Ашық аспанда театр ұйымдастыру кез келгеннің қолынан келмейді. Мұндағы басты міндет халықты карантиннен кейін қайта жақындастыру. Сәуір айында да Артишок театры сауда орталығының сахнасында өнер көрсеткен. Алғашқы көрермендер мәз-мейрам болып жақсы пікір айтып, бастаманы қолдағандықтан мұны дәстүрге айналдыруды жөн санаған. Ол уақытта ерекше қойылым болды. Қазақ әндерін барлық көрермен бірге шырқады. Атмосферасы керемет кеш өткен, энергетикасы да мықты еді. Жиналған адамның қарасы көп. Ата-аналар да қойылымды қызыға тамашалады. Айтпақшы, бүгінгі қойылымды жан-жақты қамтылған театр ұсынады. Фунтик есімді торайдың хикаясымен таныстық. Театр жаздың соңына дейін 3 қойылым ұсынады. 28 шілде, 11 және 25 тамыз күндері сағат 19:00-де ойын-сауық орталығының амфитеатрынан ыңғайлы орын тауып отырыңыз. Айтпақшы, кіру тегін. Мы приглашаем наших маленьких посетителей. Біз кішкентай көрермендерімізді театрға шақырамыз. Аталар мен әжелер де, әкелер мен аналар да келсін. Осы атмосфераны сезініп, театр қойылымын тамашалаңыздар. Алматының көңілді кеші осында.